Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді вуфу-пай тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Және де алдағы уақытта рецепттерді жібере алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: жұмыртқа, қант, ұн, Қазақстан шоколады және сары май, қосылтқыш пен какао керек болады. Ең алдымен шоколад пен сары майды микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Шоколад пен майымыз еріп болам дегенше біз 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды құйып, жақсылап көпіргенше миксердің көмегімен араластырып аламыз. Көпірген массамыздың үстіне ерітілген шоколад пен майымызды жақсылап араластырып аламыз. Бірақ естеріңізде болсын, еріген шоколад пен сары майды кішкене суытып алу керек, және де құйған кезде бірден араластыру керек, себебі жұмыртқамыз ыстық шоколадқа пісіп қалмауы үшін. Ендігі кезекте тек құрғақ ингредиенттер қалды. Барлығын қопсытқышты, ұнды, какаоны барлығын араластырып алып, елегіштің көмегі арқылы массамызға араластырамыз. Міне біздің тестамыз дайын болып қалды. Жақсылап миксердің көмегімен осылай біркелкі массаға келгенге дейін араластырып аласыздар. Мен домалақ форманы алу үшін осындай арнайы тортқа арналған форманы пайдаландым. Оңай әрі тез болады. Егер сіздерде бұндай арнайы форма болмаса, жай ғана қаламен сызып алсаңыздар болады. Қоржықтардың қалыңдықтарының барлығы бірдей болу үшін 4 қағазды да бірдей осылай бірге жайып алып, барлығын қасықпен өлшеп мөлшерлеп салыңыз. Сонда біреуі қалың, біреуі жұқа болмай, барлығы біркелкі болады. Қасықтың немесе осындай арнайы шпательдің көмегімен тегістеп жайып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп алған міне қоржықтарымыз дайын болды. Барлығы бір тегіс шықты. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Вуфу-пай тортының кремі басқа торттан қарағанда ерекшелігі құрамына маскарпоне қосылады, себебі домалақ шариктердің формасы әдемі алып тұру үшін. Кремді дайындау үшін барлығы салқындатылған күйде болу керек. Және де ең бірінші сливки мен қант ұнтағын қосып, жақсылап көпіргенше, қоюланғанша араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала өлшенген творожный сыр мен маскарпонені қосып, жақсылап біркелкі массаға келгенге дейін, ешқандай түйіршік қалмағанға дейін араластырып аламыз. Егер сіздерде маскарпоне болмаса, қоспасаңыздар да болады, бірақ қоссаңыздар шариктер өте әдемі болып шығады. Кремді дәл осылай таразыға қойып, бірден тең 3-ке бөліп пайдаланған өте ыңғайлы, себебі барлық қабат қалыңдығы кремнің бірдей болып әдемі көрінеді. Қоржықтарымыз жылжып кетпес үшін осылай жағып алып, қоржықты терісінен қаратып, әдемі шариктар келтіріп, кремімізді жағып шығамыз. Шариктердің барлығын бірдей көлемде қылуға тырысыңыз, себебі вуфу-пай тортының сыртында шариктармен әдемі көрінеді. Қоржықтардың арасына барлығына кремді жағып болдық, барлығын терісінше қойдық. Ең соңғы бетін ғана оң бетімен қоямыз, себебі бетіне шоколад еріткенде тегіс болу үшін. Ал бетіндегі ганашты сливки мен кәдімгі Қазақстан шоколадын ерту арқылы құйып аласыз. Менде тек қана шоколадым аз болып қалды, сондықтан сұйықтау болып тұр. Егер сіздерде мүмкіндік болса, шоколадын кәдімгі рецептегідей қоссаңыздар, қою әдемі болып шығады.
торттың бетін безендіру өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мендегі мына безелерді қалай дайындау керектігін ссылкасын жоғарыға қалдырамын. Сіздер жасап көргіңіз келсе сілтеме арқылы өтіңіз.